Құрметті YouTube арнамыздың көрермендері, бүгін бізде қонақта Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөнінде проректоры Дастан Құсайынов Сақтағанұлы. Дастан Сақтағанұлы, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Ақтөбеде әлемдегі ең жетекші оқу орнының бірі Херриот-Уайт университетінің филиалы ашылады. Мақсат қандай? Бұл бастамамыздың негізі екі мақсаты бар. Ең басты екі мақсаты, біреуі әрине өңірімізге керек болған сұранысы көп мамандарды шығару. Ол мамандарды айтып өтейін. Геоинженерия, оның ішіне мұнай газ ісі де кіреді. Геоинженерия жалпылама аты. Сонымен қатар бағдарлама жасақтау, яғни компьютер сайенс софтвер инженеринг дейтін, ағылшынша айтсақ, компьютер инженерия орысша аты. Сонымен қатар электроэнергетика дейтін мамандықтар. Енді біздің өңіріміз білесіз, өндіріске бай. Сол өндірістерге нағыз қажет мамандықтары шығаратын ойымыз бар. Бұл біріншісі. Екіншісі, бұл серіктестік арқылы біздің университетіміздің академия ғылым жасау сапасын жоғары дәрежеге көтерудің бір жолы деп ойлаймыз, деп үміттенеміз. Осында екі мақсатты қудалаймыз. Одан басқа әрине бұдан да кішігірім мақсаттарымыз бар. Ең басты екі мақсатымыз осы болып табылады. Филиал қашан ашылады? Филиалдың өзі жазда ашылмақшы. Студенттерімізді бұл жылы, яғни 23 жылдың күзінде қабылдамақшымыз. Оқу қандай форматта өтеді? Оқу офлайн және онлайн форматында жүреді. Әрине көбінесе офлайн форматтағда айтпайын. Оқу онлайн және офлайн форматында жүреді. Әрине көбінесе офлайн болады. Сонымен қатар Херриот-Уайттың Дубай немесе Малайзия кампустарынан бере алатын, или Эдинбург кампустарынан бере алатын мұғалімдеріміз онлайн ретінде де сабақ беруге құқығы бар. Дегенмен әрине офлайн жүргізетін болады. Сабақ қай тілде оқытылады? Айтылғандай, білім беру көбінесе ағылшын тілінде жүргізілмекші. Өйткені Херриот-Уайттың дипломына сай болу үшін студенттеріміз ағылшын тілін толық меңгере білу керек. Ол біріншісі. Екіншісі, мемлекетіміздің талап еткен сабақтары Қазақстан тарихы, қазақ тілі болсын, бұл сабақтар әрине қазақша тілінде жүргізіледі. Университетке түсетін талапкерлерге қандай талаптар қойылады? Екі талап бар. Әрине біріншісі ұбт ұлттық бірыңғай тестілеу. Екіншісі ағылшын диплом болғасын, ағылшын тілі талабы етіледі. Бұған біріншіден IELTS емтиханы арқылы кіріп 5-0 балын алатын болса орталама. IELTS-та 4 тармақ білетіндей бар. Осы 4 тармақтың 4,5 балы бар, 2 тармақтан көп болмау керек. Тағы да қайталап өтейін, IELTS 5-0, сонымен қатар 4,5 балы бар, 2 тармақтан көп болмау керек. 4 тармағынан екеуінен көп болмау керек. Содан кейін студенттеріміз бұған қоса тек қана IELTS-пен шектелмей, тағы да бір ішкі емтихан, Херриот-Уайт университетінің ішкі емтиханын біз жасамақшымыз. Ол туралы ақпарат әлі айтылады. Студенттер неше жыл оқиды және оқу ақысы қанша болады? Студенттер 4 жыл оқымақшы. Біздің стандартты түрде Қазақстанның студенттері сияқты. Ол бір. Екіншісі, оқу ақысы мемлекеттік грант, яғни тегін. Сондықтан бүкіл үміткерлерімізді бұл грантқа документтерін тапсыруға шақырамыз. Құжат тапсыру қай уақыттан басталады? Документтерді қабылдау стандартты түрде шілденің 13-нен 20-сіне дейін, бұл бүкіл еліміз бойынша қабылдау комиссияның өтетін уақыты. Сонымен қатар бізде енді білетіңіздей ұбт ұлттық бірыңғай тестілеу, бірақ ағылшын диплом болғасын, оған ағылшын тілі талабы да қосылады. Ағылшын тілі әзірше IELTS-пен өтуге болады. IELTS-ты әрине қалаған уақыттарында студенттеріміз тапсырса болады. Оқу орнын бітірген студенттерге қай университеттің дипломы беріледі? Екі бөлек диплом болмақшы. Біріншісі, енді мемлекетіміздің гранты болғасын, әрине Ақтөбе Жұбанов атындағы өңірлік университетіміздің дипломы ол бір. Екінші, Херриот-Уайт университетінің бірыңғай диплом беріледі. Екі бөлек диплом, бірақ бір білім беру бағдарламасында оқып, екі дипломға табысталады.
Негізінен қандай мамандықтар бойынша оқытылады? Жаңа айтып өткендей, 3 мамандық ең бірінші бастамамыз 3 мамандыққа 100 студенттен алу, тұтаста 300 студент. Мамандықтарды айтып өтсек, біріншісі электроэнергетика, ол біріншісі, екіншісі геоинженерия, айтып өтейін, ішіне мұнай газ іші де жатады. Демек, бұлай жалпылама мамандықтың аты. Үшіншісі бағдарламалық жасақтау, яғни компьютерная инженерия, немесе ағылшыншалап айтсақ, computer science and software engineering. Демек, сонда бұл үш мамандық бұрын біздің университетте оқытылмаған ғой, да? Негізі бұл мамандықтар университетімізде бар, бірақ айтылғандай біздің бір мақсатымызға сай, бұл біздің академия және ғылым жасау сапасын жоғары дәрежеге көтеру үшін бұл ағылшынша партнерімізбен бұл серіктестік арқылы бұл бағдарламаларды кіргізіп жатырмыз. Сонымен қатар біздің Жұбанов университетіндегі қазақша, орысша болсын бөлімдердегі білім беру бағдарламалары да сақталмақшы. Өйткені түлектерімізге әрине таңдай білу жағдай құқығын бергіңіз келіп тұр. Не себепті бұл университетті таңдап тұрсыздар сіздер? Жалпы бұл аталған университеттің ерекшелігі неде? Негізі жетекші оқу орындарының бірі ғой, да? Әрине, Херет-Уот университеті 200 жылдай тарихы бар ескі университет, Шотландияда, Ұлыбританияда салынған университет. Негізі глобалды университет ретінде деп айтуға болады. Бұл университеттің Малайзияда және Дубайда кампустары бар. Кәдімгідей бакалавриат, магистратура, PhD дәрежесін беретін кампустары. Сонымен қатар, енді неліктен бұл университет десек, QS 280 орындарда тұр, бұл өте жақсы орын. Негізі ол бір, екіншісі екі жақты ниеттің бір-біріне сәйкес болуы. Біз әрине бір жетекші бір вуздармен келісімшарт жасап, ақырындап басшылығымен енді осындай келісімшартқа келіп отырмыз. Херет-Уот университетінің де біздің Орта Азиялық нарықтың көлемін бағалап, енді Қазақстанға, осы Ақтөбе өңіріне келеміз деген шешім қабылдады. Студенттер 4 жыл оқиды, одан кейін жұмыспен қамту жағы қалай болады? Негізі әрине жұмыс табу былай деп айтайық, ең біріншіден жасалып жатқан бастамадағы білім мамандықтар өңірімізге өте керек мамандықта, ол бір. Екіншісі, осы жақтағы үлкен өндірістеріміз, CNPC болсын, Казхром сияқты, Ақтөбе дерлік сияқты үлкен өндіріс жерлеріміз бұл мамандықтарымызды қабылдайды деген ойдамыз. Өйткені бұл мұндай мамандықтар өңірімізге тапшы. Сонымен қатар бұл студенттер тек қана Ақтөбе өңіріне шектелмей, әрине Қазақстан болсын, Қазақстанның шет жеріне, жан-жағына барып жұмыс істеуіне әрине құқықтары бар. Дастан Сақтағанұлы, бізге осындай университет туралы ақпарат бергеніңіз үшін үлкен рахмет. Шақырғаныңыз үшін рахмет. Тағы да біздің Қазақстанның бүкіл түлектерін осы филиалға түсуге шақырамыз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Сау болыңыздар.